Айналайын ағайын, қыз ұзату бұл. Мына жақта жыламаңдар, жыламаңдар деп айтып жатыр ғой. Ол бір қимағаннан жыламаймыз. Бір көңілдің толқитын сәті, мен білмеймін өзім. Басқасы әншілерді, басқа ақындарды қайдам, өзім ұзатқан қыздарымды бір өзімнің сіңілім ұзатылып бартқандай. Осылар үшін Алладан дұға тілеп, барған жолдары ақ болса екен деп, ата-анасы ырымдап шақырып отыр, Сара сенің жолыңды берсін деп, барған жерде бағың жансын, менің жолымды берсін алтыным. Ол әрине жол берсін деп, ол ырым ғой, әуелі Алладан. Алла барған жеріңді бағыңды ашсын. Мынау ырымдап қолыңа білезік әкеп жатырмын. Бұл қыз ұзату үлкен дәстүр. Әкесі сізге көп рахмет, бұл үлкен тарих. Ертең күні қызыңыз ұлды болады, қызды болады. Сол кезде Ақниет, мені кім ұзатты дегенде, ақын Сара Тоқтамысова апам ұзатты деп, естелік қып сандығының бір бұрышына тағып жүрсе де деп, өзімнің шын ниетімнен, пейілімнен әкелген дүние. Қызыңыз бақытты болсын. Сондай бір ардақты әке екенсіз, аман болсын. Енді су жаңа әніммен сиясы кетпеген кеше ғана өз қолымен жазылған туынды осы Ақниетке арналып жазылғандай, бара ғой еліңе деген әніммен Ақниетті ұзатуға рұқсат етіңіздер. Ал жаным атайсың босағаннан, қандай күндер жүзіңді тосады алдан. Жетелеуге жарың тұр қолын созып, бақытыңда бағыңда осы адамнан. Бара ғой, бара ғой, бара ғой өзіңнің еліңе, келін боп, ана боп, ақ бесік тербейтін жеріңе. Ақ тілек, бақ тілеп өзіңнің теңіңе, ұзатар сәт келді, жарқыным сені де, ұзатар сәт келді, алтыным сені де. Жан жарың болады жанашырың, кірлемеуін қарап жүр жағасынан. Әйелдің бақыты отбасында, әлемнің тілеймін барасылын. Бара ғой, бара ғой, бара ғой өзіңнің еліңе, келін боп, ана боп, ақ бесік тербейтін жеріңе. Ақ тілек, бақ тілеп өзіңнің теңіңе, ұзатар сәт келді, жарқыным сені де, ұзатар сәт келді, алтыным сені де. Айналдым мөлдір жанарыңнан, жайдарлы жаз көрінсін қабағыңнан. Аяулым нұры бол барған жердің, береке кетпесін қадамыңнан. Бара ғой, бара ғой, бара ғой өзіңнің еліңе, келін боп, ана боп, ақ бесік тербейтін жеріңе. Ақ тілек, бақ тілеп